сәлеметсіздер, мен атым Мұрат Камиля, мен жасым 13-те. Қазір мен номер 22-ші гимназия мектебінің 7-ші Б сыныбында оқимын. Ең кішкентай болғанда мен номер 21-ші Айгөлек балабақшасына барғанмын. Номер 21-ші Айгөлек балабақшасында мен номер 8-ші тобында болғанмын. Мен тәрбиешілері ол Шолпан апай, Зибагүл апай, Арна Қызырбековна және Ботагөз Сәрсенбаева. Мен оларға алғысым шексіз, өйткені олардың арқасында қазір мен қазіргі таңда менің мектептегі жетістіктерім көп, және олардың арқасында мен өз ана тілімді жақсы білемін, жақсы меңгеремін, және өз ана тілімде жақсы сөйлеймін. Балабақшада менің тәрбиешілерім және апайларым мені қазақ тіліне жақсы үйреткені үшін қазіргі таңда мен мектепте, күнделікті өмірде қазақша еркін сөйлей аламын, және мектепте мен қазақ тілін жақсы меңгеремін, және қазақ тілі мен үшін өте оңай. Сонымен қатар менің мектептегі көптеген жетістіктерім бар. Мен мектепте бірінші сыныптан бері өте жақсы үздік оқимын, және менде осындай мақтау қағаздар бар. Басқа байрақтарды көтерем, жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай келерем. Қазақ болып туылмағанда не керем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз. Осыдан мен мынадай қорытынды жасағым келіп тұр. Біз кішкентай кезімізден бастап, балабақша кезімізден бастап өз ана тілімізді, қазақ тілімізді құрметтеп сыйлауымыз қажет. Әрине бұның барлығы үйден, ұядан, біздің кішкентай кезімізден балабақшада басталады. Сондықтан мен өз балабақшама, номер 21-ші Айгөлек балабақшама алғыс айтқым келеді. Себебі олардың арқасында мен қазір қазақ тілін жақсы біліп, еркін сөйлей аламын. Сіздерге мың алғыс.